Көз алдыңызға келтірің. Сіз машинада кетіп баратырсыз. Бірақ жолыңыз су астынан өтеді. Бұл Тайху су асты туннелі. Ол Қытайда жайласқан. Һәм ұзынлығы 10,79 километр. Бұл Азиядағы ең ұзын қала ішіндегі су асты туннелі есептелінеді. Оның құрылысы 2018 жылда басыланған һәм 4 жыл ішінде біткерілген. Ол Қытайдың ең үлкен көллерінен бірі Тайху көлі астынан өтеді. Инженерлер бұл туннелді жүдә бекем құрған. Себебі ол әр секундта жүздеген тонна су басымына шыдам беруі керек еді. Онда 6 қатламлы жол бар. Қауіпсіздік, қолайлық һәм тезлікті есапқа алған. Іштегі жақтыландыру системасы ол жерден жүретұғынлар шаршамауы үшін арнаулы реңлерде іслеп шығылған. Туннель экологияға зиян жеткермеген. Керісінше ол Тайху көлі атрапындағы қалаларды бір-біріне тез һәм қауіпсіз байланыстырып берді. Тайху туннелі бұл апуайы жол емес. Ол инсан ақылы зеректілігі һәм технологияның су астындағы жетіскенлігі болып есептелінеді.